Бірінші кезекте айырманы табуға берілген есепті шығарамыз. Екі автокөлік бірдей жылдамдықпен жүріп келеді. Біріншісі 400 километр, ал екіншісі 480 километр жол жүрді. Егер бірінші автокөлік жолда еншісіне қарағанда 2 сағатқа кем жүрсе, әрқайсысы неше сағат жолда болған? Есептің қысқаша жазылуын кестеге түсіреміз. Автокөліктердің жылдамдықтары белгісіз, бірақ бізге олардың жылдамдықтары бірдей екені белгілі. Кестедегі жазу көрсетіледі. Екі автокөліктің әрқайсысы жолда қанша уақыт болғаны белгісіз, бірақ біз бірінші автокөліктің уақыты жолда екіншісіне қарағанда 2 сағатқа кем болғанын білеміз. Кестедегі жазу. Есептің негізгі сұрағы: әр автокөлік жолда неше сағат жүрді? Уақытты табудың формуласын еске түсіреміз. Уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөледі. Бірақ әр автокөлік бірдей жылдамдықпен әртүрлі қашықтықты жүрді. Сондықтан біз ара қашықтықтарының айырмашылығын тауып алуымыз керек. Ол үшін 480-нен 400-ді азайтамыз. Айырмасы 80 километрге тең болады. Енді 2 сағаттық айырмашылықты еске түсіріп, қашықтықтағы 80 километр айырмашылықты біле отырып, автокөліктердің жылдамдықтарын табамыз. Ол үшін 80-ді 2-ге бөлеміз, 40 километр сағат шығады. Жылдамдық пен қашықтық белгілі болған соң, әр автокөліктің уақытын табамыз. Ол үшін 400-ді 40-қа бөлеміз. 10 сағат. Бұл бірінші автокөліктің уақыты. Содан кейін екінші автокөліктің жолда болған уақытын табамыз. Ол үшін 480-ді 40-қа бөлеміз. 12 сағат шығады. Жауабы: бірінші автокөлік жолда 10 сағат, екінші автокөлік 12 сағат жүрді.